Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің отбасым. О дыбысы мен әріпі. Бүгінгі сабақта әріпті танып, ажыратамыз және оны дыбыспен сәйкестендіреміз. Жазу жолына әріпті дұрыс жазып үйренеміз. Оқушылар, сиқырлы сандықшаға назар аударайық. Сиқырлы сандықшада сұрақтар бар екен. Сол сұрақтарға жауап беріп көрейік. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты біз айтамыз, естиміз. Әріп дегеніміз не? Әріпті жазамыз, көреміз. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Оларды қалай ажыратамыз? Жарайсыңдар. Әрине, дыбыстар дауысты, дауыссыз болып бөлінеді. Дауысты дыбыстар созылып, кедергісіз айтылады. Дауыссыз дыбыстар созылмайды, ауыз қуысында кедергіге ұшырайды. Жақсы оқушылар, сиқырлы сандықшадан шыққан сұрақтарға жауап бере отырып, өткенді еске түсірдік. Оқушылар, қане жұмбақ шешейік. Құлақ тоссаң ызыңдаған үні бар. Бұл не, қане біліп ал. Жарайсыңдар. Жұмбақтың шешуі ұлу. Ал сендер ұлуды көргендерің бар ма? Ұлу су жәндігі. Ол қыста қауашағында жатады. Күн жылынған соң олар қауашағынан шығады. Қане ұлу сөзін қайталаймыз. Ұлу. Ұлу. Оқушылар, ұлу сөзінің басында қандай дыбыс естіледі? О дыбысы. О дыбысын менімен бірге қайталайық. О. О дауысты дыбыс. Өйткені аузымыздан кедергісіз созылып шығып жатыр және жуан айтылады. Демек, о дауысты дыбыс. Жуан дауысты дыбыс. Оны қызыл текшемен белгілейміз. Қане оқушылар, ұлу сөзіне дыбыстық талдау жасайық. О дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Ұлу. Сөзде екі буын бар. О дауысты дыбыс, Л дауыссыз дыбыс, У дауысты дыбыс. О дыбысы сөздің басында келіп тұр. Мынау жер шарының үлгісі. Жер шарында не бейнеленген? Жер шары құрлықтан және судан тұрады. Үлкен мөлшердегі су мұхит деп аталады. Мұхит сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Мұхит. Сөзде екі буын бар. М дауыссыз, О дауысты, Х дауыссыз, И дауысты, Т дауыссыз дыбыс. Бұл сөзде О дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Демек, О дыбысы сөздің басында және ортасында келеді. Сөз соңында кездеспейді. Енді суретке назар аударайық. Суретте кімдер бейнеленген? Әрине, отбасы мүшелері. Қане, отбасы мүшелерін менімен бірге атайықшы. Ата, әже,
әке, ана. Әр отбасы мүшелеріне тиісті заттарды сурет арқылы болжа. Оқушылар, алдымен суреттегі сөздерді оқимыз. Ұста, ошақ, ұршық, ұстаз, мұғалім. Сұрақтарға жауап беріп, сөйлем құрастырайық. Қане оқушылар, ата кім? Ол не жасады? Ата ұста, ол домбыра жасайды. Әже немен айналысады? Әже ұршық иіреді. Әкесі кім? Әкесі ұшқыш, ол ұшақпен ұшады. Анасы кім? Ол қайда жұмыс жасайды? Анасы ұстаз, ол мектепте мұғалім болып жұмыс жасайды. Оқушылар, ұстаз, мұғалім сөздеріндегі көп нүктенің орындағы әріптерді біз алдағы уақытта өтетін боламыз. Ал қалған әріптерді біз оқи және жаза аламыз. Енді оқушылар, О әрпін жазамыз. Мұқият қарап, дұрыс жазып үйренейік. Дәптердің 37-ші бетін ашып, көркем етіп, О әрпін жазамыз. Сонымен оқушылар, бүгін біз О дыбысымен таныстық. О дыбысының әріп таңбасын жаздық. Егер сендер бүгінгі сабақты толық түсіндім десеңдер, бас бармағымызбен бағалайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.